Ал құрметті әріптестер, тіл үйретудің түрі көп қой, тәсілдері де көп. Соның бірі мынау ұйқас сөздер арқылы үйрену. Ондай кітапты біз Мемлекеттік тіл дамыту институтының ішінде шығарғанбыз. 2010 жылы шығарғанбыз бұл кітапты. Қазір жақсы қолданылып жатыр. Бұл әрине негізгі оқулық болмайды. Бұл сергітпе оқулық болады. Яғни бұл жерде тілді ұйқас сөздер арқылы үйрену. Баяғыда біздің кішкентай кезімізде балаларға арналған журналдарда осы орыс тілін үйренуге арналған осындай бір сөздіктер болатын, ұйқасқа құрылған. Мәселен, жол, дорога, сиыр, корова деп құрылатын. Сондай бірнеше шумақтарды беріп отыратын, соны біз жаттап, сөйтіп орыс тілін үйрететінбіз. Бұл енді бір кітап, 320 беттен тұратын кітап, іші толған ұйқас. Мысалы, мына біреуін оқып көрейін. Зат есім деген бөлік, бұл өзі кітаптың өзі сөз таптарға бөлінген. Зат есім деген бөлігінде сенім деген зат есімге доверие сенім, невестка келін, участок телім, клей желім деп сөйтіп кете береді. 5-6 ұйқас бірге кетеді. Сан есімге қатысты қарасақ, сан есімге қатысты мынандай нәрсе бар. Один, біреу, опора, тіреу, жених, күйеу, поддержка, сүйеу, грести, күреу дейді. Ал енді етістікке қатысты алатын болсақ, етістікке қатысты да бар. Жаңа айттым ғой, барлық сөз таптарына қатысты ұйқастар бар. Мысалы, ждал, күтті, ушел, кетті, добился, жетті, пинал, тепті, прошел, өтті. Бұл кітаптың мынандай бұрышында морфологиялық анықтама бар. Мысалы, ана сөздің морфологиялық құрамын, оның түбірінің негізгі түбір ма, туынды түбір ма, соның бәрін айтып беретін анықтамасы бар. Кішкентай ғана, әр сөзге берілген. Яғни бұл негізгі құрал емес, сабақ барысында сергітпе құрал ретінде пайдалануға әбден болады. Сондықтан осы құралды пайдаланыңдар. Біздің порталдың ішінде, ресурстардың ішінде кітапханада тұр. Көшіріп алып, кез келген бетін пайдалана беруге болады. Рахмет.